Барлықтарыңызға сәлем қадірменді футбол сүйер қауым, сіздермен бірге Nagyз Football арнасы. Бүгін біз Мерсисайдтың Ливерпуль командасының египеттік шабуылшысы Мұхамед Салахтың қалай өмір сүретіні жайында айтатын боламыз. Ал видеомызды бастамастан бұрын арнамызға жазылып және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Кеттік. Салахтың өмір сүріп тұратын екі үйі бар. Алғашқы Ливерпульдегі үйі жайында айтудан бастасақ, Салах өзінің отбасымен бірге Ливерпуль қаласы маңындағы орналасқан үлкен үйде тұрады. Бұл жеке жай үйді Мерсисайдты клуб ойыншысы үшін арнайы жалдаған. Салахтың бұл үйін ол екі қабатты үй болғанына қарамастан, айтарлықтай керемет сәулетті деуге келмейді. Дегенмен жақсы жағдайда өмір сүруге болатын барлық нәрселер бар. Салахтың бұл үйінде басқа танымал футболшылардың тұратын үйлерімен салыстырғанда жабық бассейн және де кереметтей спорт залдар деген секілді нәрселер жоқ. Мұхамед Салахтың екінші үйі Египеттің астанасы Каир қаласында орналасқан. 2018 жылдың жаз айында белгісіз біреу ғаламтор желісіне Салахтың тұратын үйіне мекен-жайын салып таратып жібереді. Және содан кейін Салахтың үйіне аяқ астынан қаптаған күтпеген қонақтар ағылып төгіліп келе бастады. Салахтың қолдаушы жанкүйерлерінің көп болып жиналғаны соншалықты, үй маңындағы жолдарда адамдардың көптігінен үлкен кептеліс пайда болған. Салах өзіне келген көптеген жанкүйерлеріне қолтаңбаларын таратып, суретке түсіп тұрды. Және бұл жағдай адамдардың одан сайын көп болып жинала беруіне түрткі болды. Содан соң көшеде адамдар қаптап кетіп қиындағандықтан, жағдайға құқық қорғау адамдары араласып адамдарды Салахтың үйінің маңынан алыстатып, барлығын орнына келтірді. Мұхамед Салахтың автокөлік тұрағындағы алғашқы көлігі Mercedes GLC Coupe. Оның құны $60,000 құрайды. Бұл көлік 2016 жылдың наурыз айында Нью-Йорктегі автосалонда таныстырылып көрсетілді. Египеттік ойыншының екінші көлігі Ferrari California. Оның құны болса $250,000 құрайды. Бұл автомобиль 100 км/сағат жылдамдықты бар болғаны 4 секундта ғана бағындыра алады. Ал оның максималды жылдамдығы сағатына 316 км-ді құрайды. Ливерпуль ойыншысының үшінші көлігі Bentley GT, ал оның құны болса $335,000 құрайды. Салах 21 жасында ерте үйленді. Оның тойы өзінің туған ауылы Нагректе болды. Салахтың тойына оның ауылының барлық тұрғындары қатысқан. Әйелінің есімі Маги. 2014 жылы Салахтың қызы Макка Салах дүниеге келді. Бастапқыда Мұхамед Салах қызының есімін мұсылмандар үшін қасиетті саналатын қала Меккеге арнап қойғысы келген. Алайда ол кейіннен Макка деп ат қоюды шешті. Футболшының басынан бірде мынадай қызық жағдай өткен болатын. 2019 жылдың басында Салах Дубайдағы өткен іс-шаралардың бірінде нәзік жанды жанкүйермен құшақтасқаны желілерде таралып, осыдан кейін ол жанкүйерлері және өзінің анасы тарапынан наразылыққа ұшырады. Анасы Салахтың бұл суретін әлеуметтік желілерден көріп, олына WhatsApp желісі арқылы "Құдайым-ау, не мынау? Егер де мен сенің әкеңді осындай күйде көрер болсам, онда мен онымен ажырасып кететін едім" деп жазып қалдырды. Содан соң Салах анасымен сөйлескендегі осы скриншотты Instagram желісіндегі сторисіне салып қойып, өз жанкүйерлерін күлкіге қалдырды. Өткен жылы Салахтың екінші қызы дүниеге келді. Оның есімін Каян деп атаған. Мұхамед Салах жылы шырайлы болып келеді, және ол барлығымен жақсы тіл табысы бар араласады. Дегенмен Салах бәрінен көрі екі адаммен жақсы дос ретінде араласады. Соның бірі Филиппе Каутиньо. Салах Ливерпуль сапына ауыса салысымен, дәл осы бразилиялық футболшымен бірден дос болып жақсы араласып кетті. Бұл екі аласа бойлы жігіттер футбол алаңдады. Футболдан тыс жерлерде де бір-бірін өте жақсы түсіне білді. Алайда бұл футболшылар ұзақ уақыт бірге өнер көрсете алмады. Себебі Каутиньо Барселона сапына ауысып кеткен болатын. Досының басқа жаққа ауысып кеткеніне қарамастан, олар әлі де бір-бірімен хабарласып байланысып отырады. Салахтың тағы да бір жақын досы ол әрине Дэйн Ловрен. Ловреннің өзі алғашқы күннен бастап біз жаттығу жиындарда бұл байланысты сезіндік. Біз жеке нәрселер жайында көп сөйлестік, және біздің тәжірибеміз де ұқсас болды. Екеуміздің де балалық кездегі өміріміз қиын болған. Оған Египетте өсіп өмір сүру оңай болмаған. Маған да сол секілді Хорватиядағы болған соғыс,
және Германияға қоныс аударуым деген секілді қиын болған деп айтқан болатын. Салах пен Ловрен бір команда сапында бірге өнер көрсеткен кезде олар футболдады. Футболдан тыс жерлерде де өте жақсы араласты. Олар өте жиі бір-бірін әлеуметтік желілерде қалжыңдасып күлкі қылып, әзіл ретінде мазақтап тұрады. Ал өткен жылы Салахтың жақын досы Дейен Ловрен ресейлік Зенит командасы сапына ауысып кеткен болатын. Салах PlayStation'ды қатты ұнатады. Мысырлық футболшы өзінің сүйікті ойындарын ойнау үшін бірнеше сағат уақыттарын жұмсайды. Сонымен қатар ол дәмді тағамдармен жиі тамақтанғанды жақсы көреді. Оның сүйікті тағамдарының қатарына пиццаны атасақ болады. Мұхамед Салах сонымен қоса суретке көбірек түскенді ұнатады. Ол көптеген жарнамалы бейнероликтерге түсіп тұрады. Салахтың өзінің айту бойынша, оған түрлі газет журналдардың беттерінде өзінің суреті тұрғаны көбірек ұнайды. Және бәріне көрі Салах кедей адамдардың жағдайларын жасауға көмектесіп, қайырымдылық жасауға көп көңіл бөледі. 2018 жылдың мамыр айында ол өз туған қаласына жаңа су арнасының салынуына орай $450 мың қаржысын жұмсаған. Бірде Салахтың ақшасына оның туған қаласына жаңа мектеп, аурухана және де спорт алаңқайы салынған болатын. Ал 2017 жылдың соңында Салах өз елінің египеттік фунтын құтқарып қалуға көмегін тигізді. Сол кезде елдің шенеуніктері валютаға шұғыл түрде көмек керек екендігін жариялаған болатын. Салах бұл жағдайға алғашқылардың бірі болып араласып, мемлекетке 210 мың британдық фунт қаржысын аударған. Ал 2017 жылдың қазан айында Мұхамед Салах екінің бірі жасай бермейтін әрекетті жасап көпшілікті таң қалдырды. Дәл сол айда оның әкесінің үйіне ұры түсіп тонап кеткен болатын. Бірнеше күндер өткеннен кейін қылмыскер қолға түсіп ұсталады. Кейін Салахтың әкесі сотқа арыз береді. Бірақ Салахтың өзі әкесінен берген арызын қайтып алуды сұрап, содан соң әлгі ұрымен Салах өзі жеке кездесіп, оған азды көпті ақшасын береді. Сонымен қатар оған жұмыс табуға көмектесіп жіберді. Міне үлкен жүректі мейірімді футболшы Мұхамед Салах ол осындай. Қадірменді көрермендер, ал осымен біздің бүгінгі видеомызды өз мәресіне жетіп аяқталды. Егер видео ұнаған болса, онда міндетті түрде еңбегімізді бағалап, аямай лайктарыңызды басып, арнамызға жазуды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы, келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.